Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде 6 сынып қазақ тілі сабағы пән мұғалімі Қарабалаева Мерелім Қабылқызы. Сәуірдің 6-сы сабақтың тақырыбы кітапхана мен кітаптың маңызы. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаты үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Балалар, есімізге түсірейік. Біз алдыңғы сабақта үстеуді өткен болатынбыз. Енді осы арада үстеудің мағыналық түрлерін есімізге түсіріп өтейік. Үстеу мезгіл, сын қимыл, мекен, мөлшер, күшейткіш, себеп салдар және мақсат деген мағыналық түрлерге бөлінеді. Енді әрқайсысына тоқталып өтейік. Мекен үстеу қимылдың болу орны мен бағытын білдіреді. Қайда, қалай, қарай, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Мезгіл үстеу қимылдың мезгілін білдіреді. Қашан, қашаннан бері. Себеп салдар үстеу қимылдың болу себебін, салдарын білдіреді. Неге, не себепті, неліктен. Қимыл үстеу қимылдың жүзеге асу амалын білдіреді. Қалай, қайтып, қалайша деген сұрақтарға жауап береді. Мөлшер үстеу қимылдың мөлшерін, көлемін білдіреді. Қанша, қаншама, қаншалық, қаншалап деген сұрақтарға жауап береді. Күшейткіш үстеу қимылдың сапасын тым күшейтіп, немесе тым соғындатып айтады. Қалай, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Мақсат үстеу қимылдың болу мақсатын білдіреді. Қалай, не мақсатпен деген сұрақтарға жауап береді. Үстеудің мағыналық түрлерінің әрқайсысының қызметін және сұрақтарын есімізге түсірді. Енді сіздерге бірінші тапсырма үстеудің мағыналық түрлерін тану мақсатында қандай да бір сіздерде қиындықтар туындаса, Білім Ленд порталында iTest ақпараттық порталынан үстеудің мағыналық түрлері жайлы конспект жазып алыңыздар. Осы конспектті жазып алғаннан кейін конвертте сіздерге жасалған сұрақтар бар. Конверттің ішінде сұрағымыз үстеу дегеніміз не? Үстеудің мағыналық түрлерін атап бер, үстеудің синонимдік қатарларына мысал келтір деген сұрақтар жасырынған. Өздеріңіз жазған конспектіні пайдалана отырып, осы сұрақтардың жауабын іздеп көрелік. Және екінші тапсырма. Мәтінді оқып, мәтіннен үстеулерді тауып, мағыналық түрлерін анықтаймыз. Сіздерге мәтінді оқып өтейін. Әр адам құндылықты өзі іздеп табуы керек. Тақырыбындағы мәтін. Бұрын оқығандарымның ішінен өзіме ұнаған, тіпті кейде қайталап оқитын кітаптарым бар. Олар менің ең жақын достарым деуге де болады. Жауап таба алмай, ой сенделгенде көмекке келеді. Жанымды тереңдетеді, санама сабыр береді, іздегенімді тауып, олжал етеді. Сондай құнды дүниелерім бар. Шындығында сіздерге айтуға қызғанып отырмын. Меніңше әр адам құндылықты өзі іздеп табуы керек. Бәлкім, менің оқығандарым басқаларға жаңалықта емес. Олар мектеп қабырғасында оқып тастаған болар. Дегенмен, көрнекті философ, ойшыл Макиавеллидің жазбалары қызықтырды. Мемлекет қайраткерінің көзқарасы, қалыптасқан ойы, өмірбаяны, саяси тақырыпта жазылған очерктерін оқығанды жақсы көремін. Өмірбаян тағдыр ақиқаты ғана айтады. Ал көркем әдебиеттің түп тамыры шындықтан алынып, көркемдікпен өріледі деген мәтін берілген. Осы мәтінді оқып, мәтіннен үстеудің мағыналық түрлерін анықтаймыз. Естеріңізге сала кетейін, мағыналық түрлерін анықтау барысында алдыңғы қайталаған үстеудің мағыналық түрлері мен сұрақтарына басты назар аударып отырып анықтауға болады. Және сіздерге үшінші тапсырма үстеулі тіркестер мен сөйлем құраңдар. Яғни сіздерге
қызылмен жазылған үстеулі тіркестер берілген. Осы тіркестерді қатыстырып, сөйлем құраймыз. Ал екінші тапсырма, үстеулерді құрамына қарай кестеге жазамыз. Яғни, құрамын анықтай отырып, кесте сызып, соған үстеулерді түсіреміз. Үйге тапсырма. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты үстеулерді қатыстырып, кітапханадағы оқиға деген тақырыпта шағын әңгіме жазамыз. Сөз саны 150-155 сөз болғаны дұрыс.